Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен свобода печеньесін дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай және үйдегі бар ингредиенттермен ғана жасауға болады. Ешқандай қиындығы жоқ, әрі өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, қуана жеп алады деген ойдамын. Бізге ең алдымен осындай еріген сармайды ыдысымызға салып, үстіне қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ванилин саламыз, немесе ванилинді сахар салуға да болады. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып аламыз. Бізде жұмыртқа екеуін де салып, жақсылап араластырып, бір масса болғанға дейін осылай венчикпен араластырамыз. Одан кейін ұнымызды бөліктерге бөліп, осылай електен өткізіп саламыз. Өйткені бөліктерге бөлген себебіміз барлығын бірден салып жіберсеңіздер, біздің қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін, сондықтан осылай бөліп салу керек. Ақырын араластыра отырып, осындай тесто дайындаймыз. Одан кейін венчиктегі қамырлардың барлығын түсіріп, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Өте жұмсақ болу керек. Қамырымыз дайын болды, көріп тұрсыздар. Енді осы қамырымызды жақсылап домалақтарға бөліп, противеньге печеньенің қалыбына ұқсатып қойып аламыз. Қамырдың арасына шоколадтың крошкаларын салып жіберсеңіздер болады, немесе жаңғақты блендердан өткізіп салсаңыздар болады, өз қалауларыңызға байланысты. Мен бірақ еш нәрсе салған жоқпын, бірақ печенье соның өзінде өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Біз дайындап алдық, противеньге қойып алдық печеньеларды. Енді біз 180 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп дайындап аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.